Баршаңызға қайырлы күн болсын. Мен бүгін осындай өте дәмді әрі әдемі шығатын шоколадты құймақтан рулет дайындайтын боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін қарайық. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаның үстінен қантымызды салып, біркелкі етіп, алдын ала араластырып аламыз. Араластырып алған массамыздың үстінен какао және ұнымызды салып, оны да бір араластырып аламыз. Какаомыздың сапасы жақсы болғаны дұрыс. Сол кезде блиніміз өте дәмді, әдемі болып шығады. Оның үстінен сода және сүтімізді құямыз. Сүтіміздің барлығын құймаймыз. 1 стакан сүттің кішкенесін ғана құйып, осылай алдымен араластырып, қалған сүтімізді және алдын ала ертіп алған сармаймызды саламыз. Сүтіміз жылы болғаны жақсы. Сол кезде сармаймыз қатып қалмайды. Барлығын осылай біркелкі етіп, арасында түйіршік қалмайтын етіп араластырып аламыз. Енді қызып тұрған табамызға осылай пісіріп аламыз. Орташа отта, қатты емес. Сол кезде құймағымыздың асты біркелкі әдемі етіп, осындай бір тегіс болып шығады, жылтырап. Күнделікті құймаққа қарағанда бұл өте дәмі де ерекше әрі дәмді болып шығады. Осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Өте жұп-жұқа әдемі болып шығады. Біздің блинчиктер дайын, құймақтарымыз. Енді бұған арасына кремін дайындаймыз. Креміне қаймақ, творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік және қантымыз салып, барлығын араластырып аламыз. Осылай құймақтарымызды бір тегіс етіп жайып аламыз, үстінен кремімізді салып, жұқалап жайып шығамыз. Өзімізге ұнаған кез келген крем жарай береді. Мен осылай творожный сыр және қаймақпен жасадым. Өте дәмді, ерекше шығады. Және үстінен үгітілген миндаль немесе жаңғақ сепсеңіздер де болады. Немесе өзіңізге ұнаған кез келген жеміс-жидектерді қойсаңыз да болады. Осылай барлығын біркелкі етіп сеуіп шығамыз да, екі шетін біркелкі шығуы үшін бір тегіс осылай бүктеп аламыз да, рулет тәртті етіп орап шығамыз. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Дайын болған рулетімізді жарты сағатқа холодильникке қойып қойсақ та болады, немесе осылай мен бірден кестім, таңғы асқа дайындадым. Өте дәмді, ерекше, нәзік болып шығатын болады. Дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар, көрер көзге де өте әдемі, ерекше, дәмді болып шығады. Қонақтарыңызға да ешқандай қысылмаса ұсына бересіздер. Кішкентайларда сүйсініп жейтін болады. Олай болса, дәл осы рецептпен жасап, комментарийге бөлісе кетіңіздер. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.